Медаль негізінде маған кішкене уақытты тиімді пайдалануға көмектесті. Тапсырма бар бізде, 65 тапсырма бар. Сол 65 тапсырманы бүкіл орындау керек уақытымен. Ол уақытымен орындау кішкене қиындау болады, себебі бізде әр апта сайын бізде сабақтар болады, кішкене өзіміздің сабақтан басқа көп кітап қоймыз қазақ тілінен. Мен мысалы бірінші кітабым ит жүрегі болған. Ит жүрегі кішкене мен қазақша кітап оқуды бастауыма көмектесті. Мен одан соң қазақша кітапты көбінесе оқу бастадым. Ит жүрегі неге бізде Вавилонда ең бай адам болған. Соны оқып, мен көптеген өзіме қалай ақшамды тиімді пайдалануға көмектесті. Спорт бойынша мен футбол ойнадым, баскетбол ойнадым, фитнес жасадым өзіме, и соларды кішкене өз денсаулығыма кішкене пайдалы болды да, и елбасы мектебі сол маған көмектесті. Оған дейін айналысқан едім, бірақ көп айналыспайтын едім. Мысалы елбасы мектебінде әр апта сайын 2-3 рет айналысу керек. Енді мен кішкене уже цикл болып қалды менде. Енді спортпен айналысу. Осыдан соң мен спортпен күніге айналысуға тырысамын.